Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балды торттың заманауи рецептісімен бөліскім келеді. Соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті 100 грамм сары май, 2 ас қасық бал, 200 грамм қант, 1 шай қасық сода, 2 жұмыртқа, 400 грамм ұн қажет. Алдымен сары май, қант, балды бір ыдысқа салып, су буына қоямыз. Барлығы біркелкі еріген соң, 1 шай қасық сода салып, араластырып, ағарып көпіргенше 1-2 минут су буында ұстаймыз. Одан кейін будан алып, сәл суығаннан кейін үстіне бір-бірлеп жұмыртқаны салып араластырамыз. Сосын үстіне ұнды себелеп, қасықпен қоймалжың массы болғанша араластырамыз. Қолмен елеп қажет емес. Қоймалжың массыны тағамдық пленкаға салып, ұзыншалап, формаға келтіріп орап, тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып қоямыз. Бір-екі сағаттан соң қамырды алып, тең бөліктерге бөліп, 4-5 мм қалыңдықта жаямыз. Мен 8 корж шығардым. Әр жайманы 180 градус қызып тұрған пеште конвекция режимінде 5 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Конвекция режимі болмаса, үстіңгі және астыңғы қыздыруда 200 градуста 5 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан коржды сақиналы формамен өзімізге қажетті диаметрге келтіріп, дөңгелетіп қиып аламыз. Мен диаметрін 24 см қылдым. Қиылған қалдықтарды ұсақтап, торттың бетіне себуге алып қоямыз. Міне осындай бір тегіс жіңішке корждарды пісіріп аламыз. Енді крем жасауға көшеміз. Крем үшін 200 грамм сүзбелі ірімшік, 100 грамм қоюлатылған сүт, 300 грамм кілегей, 200 грамм қаймақ, 100 грамм қант ұнтағы қажет. Сүзбелі ірімшікті, қойытылған сүтті және қант ұнтағын ыдысқа салып, кесек қалмағанша миксермен араластырамыз. Сосын кілегей қосып, тағы біркелкі қою массы болғанша араластырамыз. Соңында қаймақты салып, силиконды қалақшамен біркелкі араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды, крем сұйық болып кетуі мүмкін. Қаймақтың майлылығы менде 20%. Корждарды суытып болған соң, дайын кремді 3-4 ас қасықпен сала отырып, тортты жинақтаймыз.
Үстіне және жан-жағына уатылған қалдықты себелеп шығамыз. Содан кейін тортты тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Сонда ол жақсы сіңеді. Торт өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас үйде сәттілік тілеймін. Сіздермен көріскенше.